өркендеп қазіргі уақытта дамып жатыр. Бұрынғы совхоз ауыл болып, қазір егіншілікпен және жеке шаруа қожалықтары 137 шаруа қожалықтары, сол ауылымыз электр шамдары жағылып, көше асфальттандырылып, үйлер салынып, өркендеп даму үстінде. Қазір сырттан шақырылған қонақтарымыз бар. Биыл 70 жыл толып отыр ауылымызға. Соны атағалы отырмыз. Алғашқы тың игеруші совхоз болып құрылған 54 жылы. Содан кейін кеңес заманы тарқаған соң, жеке егемендік тәуелсіз алғаннан кейін ауыл округі болып, ауыл жеке шаруа қожалықтары болып бөлініп дамып жатыр ауылымыз. Қадірі қашанда биік киелі мекеннің тұрғындары Далақайнар ауылының 70 жылдығы құтты болсын. Ауыл ата-бабаларымыздың кіндік қаны мен маңдай тері төгілген киелі мекен. Халқымыздың бойына нәр құятын алтын бесігі, қуат алар қайнар көзі. Ауыл қазақтың алтын бесігі, күре тамыры. Ауыл көркесе, гүлденсе, халық өмірі. Оның рухани болмысы байи түсетіні сөзсіз. Баршаңызға белгілі, туған жер қашанда қымбат. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас. Кеңестік дәуірде одақтың түпкір-түпкіріне жиналған тың игерушілер аяқ тіреген ауыл. Осы жерге жас бақташы болып келген, еңбек ері атанған Ерлан Мұхажанов пен Ұлы Отан соғысының ардагері, ағаш ұстасы Абдрахманов Қалдыбай мен соғыс ардагері Финадел Ахметжанов, алғашқы тың игерушілер Мұхан Мәңгітаев, атақты сауыншылар мен бақташылар Балтабаев Жомартбек, Исмайлов Үсен, Әлімбаев Дәурен, Әшімбаева Мирамкүл және де Нұрпазилова Айгүл, Исмайлова Ұлжан сынды азаматтарды мақтан тұтады. Құрметті қонақтар, бүгінгі осы тойға жиналып отқан. Міне бүгінгі мынау атына сай даланың төсін жарқыратып жатқан бүгінгі тойларыңыз, 70 жылдық тойларыңыз құтты болсын. Осы ауылдың ынтымағы жарасқан, бірлігі жарасқан Далақайнар ауылына сіздерге, отбасыларыңызға аманшылық, дендеріңізге саулық, осы әр уақытта, осы ынтымақта, ауызбіршілікте болып, жақсы көрсеткіштерге жетіп, осы жақсы ұл қыз тәрбиелеп өсіре беруіңізге тілектеспін. Тойларыңыз тойға ұласа берсін, әр уақытта жақсылық келе берсін. Еліміз аман, жұртымыз тиіш болып, осындай тойда бас қоса берейік. Міне бүгін тамаша ауа райы болып тұр. Бүгінгі Далақайнар ауылының 70 жылдығына жан-жақтан қонақтар кеп жатыр. Ауылдарыңыздың мерейтойы 70 жылдығы құтты болсын, құрметті ағайын. Тарихқа кейінге үңілетін болсақ, осы Далақайнар ауылы құрылғаннан бері, осы совхоз кезінде көптеген білікті басшылар осы совхозды басқарып, өндірісті көбейтіп, мал шаруашылығы болсын, басқа да шаруашылықтар болсын, облыс емес, республика көлемінде танымал болған ауыл екенін біз жақсы білеміз. Міне ортадағы ақсақалдар оны жақсы біледі, көз көрген. Қазірдің өзінде де осы ауылдың ауызбірлігі, ынтымақтастығы, достығы ретінде міне қазірдің өзінде де ауылдың мәртебесі жоғары, көрсеткіштері бойынша, білім сапасы бойынша көптеген ауылдардың алдында келе жатыр. Міне осы ниетті айта келе, сіздердің айрандай үйіп отқан ынтымақтастықтарыңыз, бір-біріңе деген ілтипаттарыңыздың арасында міне осындай
тамаша мереке тойға жетіп отырмыз. Тойларыңыз тағы да құтты болсын. Сіздерді аудандық маслихаттың аппараты, шу аудандық маслихаттардың депутаты атынан осы 70 жылдықтарыңызбен тағы да құттықтаймын. Ауылдарыңыз аман, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық. Алла нәсіп етсе, ауылымыздың 80 жылдығын тойлауға да Алла нәсіп етуге жаратсын. Далақайнар ауылының іргетасы 1954 жылы қаланған. Далақайнар ауылымыздың астық өндірген барлық егістермен республикаға танымал болған. Қазірде ауылымызда мал мен егін шаруашылығымен айналысып келеді. Осыған орай ауыл тұрғындары мен ауылда туып өскен аға әпкелеріміз ұйымдастырып, жомарт жандардың көмегімен арқасында айтулы мерейтойды атап өтудеміз. Елді мекеніміз аудандағы шоқтығы биік аймақтардың бірі. Алтын бесік ауылды қасиетті ұғымға балаған қазағым. Сондықтан жыл құсындай сағынып, ат басын ауылға бұру, ұшқан ұяңа соғып тұру әр перзентке таудай парыз деп саналады. Туып өскен ауылыңмен қауышқан сәт қандай әсерлі. Мейірім шуағы неткен ыстық, ешбір елдің теңізінің құмы туған жерінің топырағындай табаныңды қыздырмайды. Сондықтан ауылды көркейту, ауылда туып өскендер ғана емес, ауылда туып өсіп, қалада қызметте жүрген аға әпкелеріміздің қосқан және алдағы уақытта қосар үлестері зор болмақ. Барлықтарыңызға зор денсаулық, ұзақ өмір, молшылық пен табыс тілеймін. Ауылымыз өркендей берсін, өне берсін, өсе берсін, дами берсін. Құрметті ауылдан шыққан аға әпкелер, ағайын туыс бауырлар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Таза Қазақстан акциясы бойынша ауылымыздың үздік ауласы. Үздік ұстаз Ұзақбаева Динара марапатталады. Үздік балабақша қызметкері Әлімбекова Гүлзада марапатталады. Зор денсаулық, мол бақыт, отбасыңызға амандық, молшылық, бақыт, береке тілейміз. Дәл осындай мәтінде Желді Қараев Еркебұлан Мұратбекұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінде Жетібаев Әшірхан Әшімханұлы марапатталады. Құрметті ауылдастар, құрметті Далақайнар ауылының 70 жылдық мерейтойына келген қонақтар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Одақ көлемінде Москваның төрінде Далақайнардың атын ататқан осы ауылдың малшылары, осы ауылдың механизаторлары, Жарас ағамыз бастатқан, Жүрқабай ағамыз бастатқандардың Далақайнардың атын облыс емес, республика емес, кәдімгі Москваға атын шығарған азаматтар еді. Бүгін осы Далақайнардың сол кісілердің ұрпақтары, өмірден өткен осы ауылдың механизаторлары, егін шаруашылығына еңбек сіңген Орынбай ағамыз, Жуасбай атамыз, сол кісілер осы Далақайнардың атын шығарған еді. Енді сол кісілердің ұрпақтары бүгін міне Далақайнарды қайтып тірілткенде болып отырмыз. Құдай қаласа, Далақайнардың гүлденуіне осы бүгінгі той бастамасы деп ойлаймын. Мынау бүгін міне Алланың нұры жарқырап тұрған уақытта міне тойымыз өтіп жатыр. Осы тойдың ауылымыз басталған кезде мына Көктөбе деген станцияда 55 жылы көктемде бір палаты құрылған, бір вагоншық келген. Бер жағында канал деген жер бар, біздің қатарлар бер. Сөрде 3 қамба салынған, біреу продуктовый, біреу промышленный, біреу хозяйственный. Сонан кейін барып осы ауылдың іші басталған. 56 жылы бірінші мектепке сол тірлік кісілерден қалған Ошанов Серік бірінші классқа барған. Алдиева Қазиза бірінші классқа барған. Сонан кейін Зиядиннің Ақбесі, Ақбілек, Алевтина дейді. Алевтина Дуанбековна осы үшеуі Далақайнар бойынша бірінші классқа барған. 56 жыл осы мектеп ашылғанда. Міне. Содан бері мысалы қанша жыл өтті? 70 жыл өтті. Ауылда қазір сол тың игеруден қалған 5 үй бар. Жастар біліп алыңдар. Бесбаев Дәурен тұрған үй, бер жағындағы Саят тұрған үй. Сонан кейін Төлеби мен Маметованың қиылысында ғана 4 пәтерлі үй. Сонан кейін Детсаттың жанындағы үй. Детсаттың жанында қазір
Алмастың балалары тұрып жатыр ғой. Онан кейін асарлатып тамақ берген дана Аубакиров көшесіндегі осы 5 үй 55 жылдан бері ауылға қалған. Мерекелеріңіз құтты болсын. 70 жылдық мереке, үлкен мереке құтты болсын. Мен Балуаншолақ ауылдық ардагерлер алқасының төрағасымын. Осы тойды өтеді деп естігелі бері біздің мынау көрші жатқан ауылымыз ғой, қойымыз қоралас, ауылымыз аралас жатқан ауыл. Сол ауылдың тұрғындары жиналып, осы көршілеріміз той жасап жатқан кезде біздің атымыздан сіз барып құттықтаңыз, біздің тілегімізді жеткізіңіздер деп сол тілектерін жеткізіп тұрмын. Содан кейін сол жиында отырғанда бұл қазақтың дәстүрі бар, тойға құр қол барған деген болмайды деп орталарынан жинап, сіздердің тойларыңызға шашу беріп жіберді. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. 1000 теңге тойға шашуымыз Балуаншолақ ауылындағы туысқандарыңыздан. Тойларыңыз тойға ұласа берді. Мен өзім осы совхозға келгеннен бері қарай осы 1966 жылы Қазақстанның 12 съезіне делегат болып барып, Қонаев ағамызды сол съезде бірге түсіп, Жамбыл облысының Шу ауданын дүркіреткен Қонаев ағамыз болатын. Соғысы тың совхозы деп атағын шығарған Шу ауданының Жамбыл облысының атағын бүкіл республикаға атағын шығарды. Имандос Қонаев ағайымыз. Біздің Шу ауданының Далақайнар совхозының азаматтары. Мына осы 74 жылдан бері қарай менің сіңген еңбегім бар еді. Сол еңбегім мына бүгінгі 70 жылдық тойда барлығыңыз тойдан тойға жете беріңіз деп, мынаны енді шашу қылып беремексіңдер. Bunu kaydı başım. Başlayayım mı? Mınau енді мен сол 74 жылы осы ауылданға алғашқы келген азаматша мен едім. Мінекей бүгін осы балалардың бәрі міне жүріп жатыр. Маған өте қуаныш болып қуанып жатырмын. Тойға ұласа берсін. Еліміздің осындай бақытты, тату-тәтті, ынтымақты тойлары көбейе берсін. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Тәрбие семьясы біздің заманымызда бәрі тәрбиеленген жастар ғой. Осы ошақтар ойлақта папасымызбен түскен балаларымыз бала болып. Міне енді өркендерің өсе берсін, дендерің сау болсын, еңбектерің жемісті болсын. Құмар етің өсіңмен бала кезден ақ болат. Әнге бөлек маңайда асып-тасып жатасың. Ақ моншақтан аспанға шашып жатасың. Сенің келіп жағаңнан анам талай су алған. Сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған. Айналайын ағылар асыр салған жағаңда. Сенен артық үлкені бұл әлемнен табанда.
1-2. Altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ерболаға кетпеңші. Осы қанша жасқа келсең де темір көтеріп, үлгі көрсетіп, осы кітетін көріп өстік тәрбиесін. Енді бүгінгі 1-ші жүлдемді ағама ұсынайын. Той қыласың. Қазіргі қой көтеру бар, қошқар көтеру. Қой көтеру. Екі аяғын береміз. Братан, екі отырамыз, братан. 3, 4, отырамыз, братан. 5, 6, 36, 37, 38, 39, 40, şapala uğray, 41, 42, 97, 98, 99, 300. Алға ауылынан келдім. Бүгін мына Далақайнар ауылында үлкен 70 жылдық болып жатыр. Өте қызықты, өте әдемі, тамаша өтіп жатыр. Қуаныштымын. Осы спорттық ойындарға келіп, қошқар көтеруден 302 рет көтеріп, қошқарды ұтып алдым. Қуаныштымын өте. Құлағын тұр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті ай. Батақор мінеке алдын қайналым өткен 30 мың теңге. Болат ағамыздың мінеке тұлпары Батақордан жүлде алған болатын 30 мың теңге. Тай соңғы айналым кетті. Ал қамшылаңдар, 3-ші айналымға кететін болады. Тайдың бас жүлдесі қана, 2-ші орын қой, 3-ші орын 30 мың, 4-ші орын 20 мың. Ал шабыңдар, соңғы айналымға кеттіңдер, шабан достар. Құнанды шығарамыз. Бермен қарай жақындай беріңіздер, жалаушаға қарай келіңіздер. Тексерістен өткізіп барып, құнанды шығаратын боламыз. Қазір міне тайды хабарлап өтеміз. Жүлделі болған, бәйгілі болған 23-ші нөмірлі тай болады мінекей. Мағжан көкеміздің бұлбай, Луқабойдан келген Мағжан көкеміздің тайы бас жүлдеге ие болса, 2-ші орынды иемденген 4-ші нөмірлі Бейсенбаев Тілеулес мырзаның, Қарғаттан келген Бейсенбаев Тілеулес мырзаның тайы 3-ші нөмірлі 3-ші келген мінекей 14-ші нөмірлі Қарғаттан келген Әділет мырзаның тайы болса,
Төртінші келген 20 нөмірлі Луговойдан келген Ербол Мырзаның тайы келді мінекей. 5-ші келген Луговойдан келген Қайрат Мырзаның тайы болатын бәрекелді. Аттарыңыз байлы, атақтарыңыз әйгілі болсын. Кетті, құнан кетті, қиқылап отырыңыздар. Құттылығы бірлігіне, мақтығы тілігіне мінекей. Бапкердің міне мақтылығы, Жәкейдің міне шыңдалғаны бірледі осындай кезде. Жылқы алсаң көктен ал, көктеп алсаң көктеп ал деп мінекей жаңа ғана хабарлап өткенімдей. Өзімнің бүйрегім бұрғандай болып еді, міне көк қиып өтті. 2-ші нөмірде Жұлдыз атты құнан Нұрбай Мырзаның, Қордайдан келген Нұрбай Мырзаның жұлдызы қиып өтсе, 3-ші келген Тобылғы торы Елжан Мырзаның Зайсаннан келген мінекей. 3-ші келген Тобылғы торы Елжан Мырзаның Зайсаннан келген мінекей. Елжан Мырзаның Тобылғы торысы. 4-ші келген Көгершін Штапхан Мырзаның көгершіні мінекей. Еңбек ауылынан келген, Шу ауданы Еңбек ауылынан келген. Қазығына талай сәйгүліктер байланған Штапхан Мырзаның көгершіні келді мінекей. 5-ші 10-шы нөмірлі Зәмзәм Найл Мырзаның 5 айналымды жеке дара кесіп өткен Найл Мырзаның Қордайдан келген Зәмзәмі қиып өтті бәрекелді. Аттарыңыз бәйгілі, атақтарыңыз әйгілі болсын, ардақты ағайын. Сәйгүліктерді алаңға шығара берсеңіздер болады. 1-ші нөмірлі Бақторы Ахметжанов Болат Мырзаның Далақайнардан қосылып жатқан сәйгүлігі. 2-ші нөмір Гүлсары Адырбеков Берік Мырзаның Луговойдан келген мінекей көгершіні. 3-ші нөмірлі көгершін атты сәйгүлікті қосылып жатқан Шәріпхан Мырза. Ол бисмилля деп тақымдарыңызды қысып отырыңыздар мінекей. Аумин. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Аттарың бәйгілі болып, сүрінбей жығылмай келіңдер. Аумин. Небәрі міне 34 сәйгүлік тіркелді. Ал мінекей жіберіңдер. 4 аяқтың тарланы қазанатын, 2 аяқтың арланы азаматын. Азамат пен қазанат бірге шапса, бүкіл әлем таниды қазақ атын. 5-ші айналымды Дамир Мырзаның Алаш атты тұлпары мәреден алғаш баш жүлде сызығын кесіп өтетінін бәрімізге анық. Тоғызыншы айналымды кесіп өтіп, соңғы айналымға бағыт алдыңдар, шабандоздар. Соңғы айналымға жолдама алдыңыздар мінекей. Жеке дара 5 сәйгүліктің шыққанын көріп отырмыз. Артындағы сәйгүліктер жетер ме екен, қалай болар екен? Шетке қарай шығып едіңдер, шетке қарай. Қандай көз қуантатын, қандай керемет, қараңыздар жағайын. Дауыста қайырылып бара жатыр міне. Сәйгүлік деп атауға. Сәйгүлік мінеке қараңыздаршы. 3 сәйгүлік жеке дара келіп, алаң мәре сызығын кескенін көріп отырсыздар мінеке. Күрең ат кетті қалыспай, жылқыны барады қарыштай. Қалай отыр шабандоз, саусақтары қалыспай. Мінеке сәйгүлікті хабарлап өтеміз. Жеке дара келген ардақты ағайындар. Далақайнар ауылының сәйгүлігі Бақторы Ахметжанов Болат Мырзаның Бақторысы болатын ардақты ағайын. Жеңіс құтты болсын Далақайнар ауылы. Осында мінекей бас төресі болып жүрген Ахметжанов Болат Мырзаның сәйгүлігі алдыңғы мәрені кесіп өтсе, 2-ші келген міне 8-ші нөмірлі Айтұяқ Бейсенбаев Тілеулес Мырза Тарғаптан қосқан сәйгүлігін Тілеулес Мырзаның 3-ші келген 22-ші нөмірлі Байтұмар Штапхан Мырза Еңбек ауылы болатын мінекей. Шу ауданы Еңбек ауылы. 5-ші келген Кенжебек Мырзаның Тамшысы, Қордайдан келген Тамшысы 5-ші келсе, бүгінгі тай бәйгенің
жүлдесін берейік. 5-ші орын Қайрат Луговой, 4-ші орын Ербол Луговой. 3-ші орын Әділет Тарғап. 2-ші орын Тілеулес Тарғап. Және бүгінгі тай бәйгінің бас жүлдесі Мағжан Луговой. Кубок және 70 жылдыққа арналған арнайы тай бәйгіден кубок. Дуғал шапалақ, рахмет. Жүлделер бола берсін. Оза беріңіздер. Тұлған азаматтар. Ол көті тай бәйгінің. Тайдың бір жиен жіктіреді. Құнан бәйгіден 10-ші нөмірлі Қордай Наил. Достым келей. Кім берген әтсіз, кім берген? Бір жігені құнан. 5-тен бастайды ғой, 5-тен бастамайды. 5-тен бастайды ғой. 5-тен былай қарай кетеді ғой. Жүлдесі. Бірді бері. 5-ті береді аға, 5-ті. Жоғар кеңсі, оппа! Құтты болсын, Штақпан! Құнаннан 3-ші орын Елжан Зайсан. Зайсан, Зайсан. Бүгінгі осы 3 жүлденің спонсоры Болат ағамыз. Құнаннан 2-ші орын Нұрбай Қордай. Жүлде. Ерекш қайда? Құнанбікі. 2-ші орын ба? Және бүгінгі Құнанда бірінші келген Сырымбек Қордай спонсоры. Бүгінгі ауылымызда атамыздың биыл 100 жасқа келген асын беріп отырған баласы береді. Аға өзіңізге мұрақ тілек. Тойымыз боласын жіктер. Тойымыз көп болсын. Ат жөнбай. Аталарымыздың ұтпайық. Адам баяулы не ұтпаймын. Аман болайық, бәрінде той болсын. Кім, есігім? Бірінші артыңызда тұр, артыңызда тұр. Әлмежанов. Құнаннан Сырымбек Қордай. Сырымбек. Не берді, Құнанға не? Құнанғы бәйгісіне. Тай, мұны тұр. Құнан шығар. Астау, мұны тұр аға. Бүгінгі аламанда 7-ші орын 20 000 теңге иеленген Нұрлан Луговой. Жүндіс аға, қайдас? Жүндіс аға. Спонсор. Бүгінгі 7-ші орын спонсоры. Ауылымыз азаматы тоқтатты. Аламыз, Бағдат, Бірлік үстен. Аламанның 5-ші орны 40 000 теңге. Кенжебек Қордай. Кенже, мойындым. Мен де балам жанына түсін. 4-ші орын қой. Қордай, Кенжебек. Есі қайда? Қордай, Кенжебек. Міне қой. Және Аламаннан 3-ші орын Штапан, еңбек. Қана.
Талағайды. Тілеулес, қарғап, той. Және бүгінгі аламанның бас жүлдесі түйе спонсорлық етіп отырған ауылымыздың ағаларымыз 79 жылға ағаларымыздың атынан кубок Болатқан ағамыздың түйе аттың аты Байторы бәйгі құтты болсын аттарыңыз бәйгілі болсын тойда жолығай той құтты болсын балалар кетті Естелік керек. Бақтияр, түсіресің,